Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай чикен дайындайтын боламыз. Ол үшін осы қоспаға қажет болады. Острый крылышки деген. Әркім әрқалай осыны пайдаланады. Мен бірақ осылай пайдаланамын. Осы қоспаны алып, бұздалып тұрған чикенімен араластырып қоямын. 10-15 минуттар қойып қоямын. Сосын панированный сухариге аунатып барып қоратын боламыз. Видеомды ары қарай көрмес бұрын төменде подписка батырмасын басып мені қолдай кетіңіздер. Ол мен үшін маңызды. Осы панированный сухариге орап, аунатып, ысып тұрған майға қуыратын боламыз. Достар, осы видеоларымның көбісін көп просмотр қаралады, бірақ ешкім подписаться етпеген екен. Сондықтан мені қолдап подписка жасап жіберсеңіздер, тағы да алда жақсы оңай дайындалатын рецепттерімді шығарып отыратын боламын. Осыны ысып тұрған майға астын қатты шығармаймыз, оттың орташа отта қоратын боламыз. Ато қатты астын шығарып қойсаңыздар, ортасы шикі болып пісуі мүмкін, сондықтан астын азайтып қойыңыздар. Осыны қып-қызыл қылып, екі жағын аунатып қуырып аласыздар. Сосын дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте қытырлақ, дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын, рахмет.